Бүгін тандырға нан пісіреміз. Мына жерде менің ұным тұрады. 50 килолық ұн салып қоямын да осыған. Тандырға міне нан пісіреміз, ұн сеуіп. Нандарым зуалағып қойдым, енді жасау деп айтады. Нан жасап, не істейміз? Шүберек дастарханды жайып, соң ортасына саламыз. Уже нанды пісіруге дайындап жатырмыз, да? Міне. Дастарханға саламыз, содан кейін мынаны жабамыз. Сіздерде мынаны тікеш деп айтады. Тікеш, сіздерде не дейді? Мынаны рәпида деп айтамыз. Домалақты. Сіздер тандырға нан жабасыздар ма десеңізші? Сіздерде тандырға нан пісіресіздер ма? Мен тандыр нан пісіремін. Қай істейсіз? Менің наным осындай үлкен бір осындай болады. Міне, пышақпен арқасы қатты ісіп кетпеу үшін осылай тікеш ұрып аламыз. Шелектегі судан арқасына үйреніп алатын болып қой негізі. Алла берді міне, менің қолым емес, сипатыма анамның қолы деп ұрамыз. Сымылда. Берекетіңдер. Опа, міне. Супер. Нанды тандырдан алғаннан кейін міне бетіне су береміз. Нанды алғаннан кейін осындайға қырамыз кетектерінше. Видео ұнаса лайк басыңыздар.